Нан таптаған қыз. Бір отбасын ержеткен ұлы үйіне сүйген қызын таныстыруға ертіп келіпті. Ол жап-жас, қасы көзі қиылған, талдырмаш денелі өте ажарлы қыз екен. Жігіттің әкесі көпті көрген отағасы малынып киінген ерке сұлу қызын басшылық пен тоқшылықта өскенін, мінезін тәкаппар екен сыздаған жүзінен ақ қарабақ бірден байқайды. Алайда жасықтың жалыны бойына алаулаған ұлы осы қызға есі кетіп ғашық болып қалған жасырған жоқ. Болашақ келіндерін жылы жүзбен қарсы алған ата-анасы ләм деп ауыздарын ашпай бәйек болады. Тіпті төргі бөлмеге именбей барып алған сұлу қыз жігіттің мойнына қылымси асылып, үйдегі үлкендерден де қымсынбаған көрінеді. Оны көрген жігіттің әкесі әйеліне қарап, басын шайқап, қабағын түйіпті. Отағасы, саған не болған? Олар ыстық суға басылмаған жастар емес пе? Деген әйелінің сөзіне. Жоқ, әсіресе қызыл тез сонар деген мына қыз келін болып жарытпас. Біраз сіңгеннен кейін ұлымды ноқталап, бізден бөліп алып кетеді. Ұшырып қонып тұрған мына көбелек балалы болса, тіпті төбемізге күні ертең әңгіртай орнатады, деп өзін жорамалап жасырмапты. Қойшы, қайғайдаған айтпа. Балан бақытты болса, одан артық не керек, деп әйел оған қарсы дау айтыпты. Әй, қаташ, өмір жеңіл көлікпен жүріп өтетін тегіс жол емес қой. Өзінің сұлулығына масаттанған, жоқшылықтың не екенін білмей өскен ерке қызын тік бақа екенін көзін көріп тұрған жоқ па? Мына мінезінен баланды ерттеп, ат қылып мініп алатына білмей тұрсын ба? Деп отағасы зек тастапты. Әлгі сұлу қыз кеткен соң әкесі баласымен оңаша сөйлеседі. Жоғары оқу орнын бітіріп, қолына дипломын алған ұлы әкесінің қыз туралы пікірін естігенде қатты кейіп: Папа, ол сондай ақ көңіл, ғажап қыз. Мен оны жақсы көремін, өмірімді онсыз елестете алмаймын, деп айтқанының құлағына ілмей қояды. Онда жақсы, мен саған ескерттім, алдағы уақытта опық жемесем болды, ғұмырының соңына шейін жақсылық пен жаманшылықта бірге бөлісетін ерке тоқтай қызға тағы да сын көзімен бір қарашы, деп ақылын айтады. Сонымен ұлының айтқан бетінен қайтпайтын түсінген отбасы еріксіз үйлену тойына дайындалады. Бұл кезде сұлу қыз үйлеріне емін еркін келіп кетіп жүріп, тіпті тойға қандай сыйлықтар алу керектігін де ескертіп, еркінсіп алған еді. Әкесінің айтқан сөздерінен кейін жігіт біраз ойланып, сүйген қызының қылықтарынан басқа көзбен қарай бастайды. Ол ерке, қылықты, өзінің сұлу екенін бағалайды. Тіпті барлық жігіттерге ұнайтынын түсінеді. Ол айтқанын сүйгеннен жасатып, әмір етуге құмар. Бірақ жұптық өмірде жеңіл мінезін барлығы кейінде қалады емес пе? Осындай ойлар жан дүниесін мазалаған жігіт қыздың біраз көзге оқшаулау көрінген қылықтарын өзінше ақтады. Сонымен ата-анасы ұлт салтымен болашақ құда-құдалардың алдында өтіп қайтқан. Екі жақта жастарға бақыт тілеп, үбірлі-шүбірлі болсын деген ақ тілектердің тиегін ағытқан. Болашақта шаңырақ көтеретін екі жастың арасындағы алғашқы келіспеушілік осы кезде басталып еді. Сенің әке-шешең менің ата-анама неге арзан қолды шапандар әкелді? Не біреудің иығына шешіп алған ба, деп ойда жоқта сүйген қызды шүйліккенде жігіт қатты сасып қалды. Оны мен білмеймін, ата-анам барымен базар болды ғой. Олай жасауы мүмкін емес, деп жауап берді. Олар бізді менсінбегенін көрсетті. Ол шапандарды мен сақтап қойғызып, біреуін әкен өлгенде, біреуін анан өлгенде апарып сүйекке салғызамыз деген қыздың зілді сөзін естігенде жігіттің үстіне біреу суық құйып жүргендей болды. Ол ақ босағадан аттамай жатып өзін өсірген ата-анасынан себепсіз өшкен қыздың тіпті танымай қалды. Амал жоқ, бар
жылы сөзін айтып, жанжалды жауып шаюмен болды. Қыздың қалауымен қымбат асыл тасты Сақина алып берді. Бірақ көңілінде бір түйткіл қалып қалды. Шынында да әке сөзі жөн бе деген дүлдәм ойлы болған жігіт бәрібір кері шегінуге жол жоқ екен түсінеді. Сонымен жігіттің ата-анасы мен бүкіл әулеті келін түсіріп, той жасауға дайындала бастады. Бұл қарекеттің шығынымен қатар шаруасы да шаш-етектен болып шықты. Ақыры келісім бойынша тойдан бір күн бұрын қыздың үйіне алып шығып, ақ босағаны аттандыру рәсімі жасалатын болды. Сап түзеген сән салтанатты ақ машиналар барып, құда-құдағидың үйіне қызыл аттай қалып алып шығып, думандатып есік көзіне тоқтаған еді. Жан-жағына қоршаған қыз-жігіттер келінді аулаға алып кіргенде шашу шашылып, балашаға тәттілерді теріп мәз болысты. Осы кезде бір күтпеген оқыс оқиға болды. Сасып салдырған бір жас келіншек жастардың үстеліне табақпен тағамдарды алып, есіктен лезде кіріп кетемін дегенде, оңбай сүрініп келе жатқан келіннің аяқ астын абайсызда тоқаштарды шашып алады. Оған өзімсінген болашақ келін қараған да жоқ, ақ нандарды аяғымен басып, таптап үйге кіріп кетті. Сонымен келе жатқан күйеу жігіт «Ах!» деп қалды. Әлгі келіншек не істерін білмей абдырап, айыпты жүзбен жан-жағына жалтақтап, көзіне жас толып кетті. Соңынан тобымен шереулеп келе жатқан қыз-жігіттер есік көзінде іркіліп тоқтап қалды. Тіпті кейбіреулер «Обалай!» деп жердегі ақ тоқаштарды көтереді. Мұны көрген жұрт не дерін білмей антан болды. Бәрі тым-тырыс күй кешті. Қашан кіргенін ешкім байқамай қалған жігіттің жүзі сұрланған. Әкесі үйден болашақ келінді дедектетіп қайта далаға алып шықты. Босағамыздағы жердегі түскен қасиетті нанды басып таптап кеткен қыз біздің көсегімізді көгерте қоймас. Ұлым, мына қызды аман сауында келген жағына қайта апарып сал. Біздің отбасы қабылдай алмайды. Барлық шығындарын өтеп беруге дайынмын, деді қатқыл дауыспен. Немене, бүлінді соншама? Ол жай нан ғой. Мен не, еңкейіп оны алуым керек? Өзіңіз барып тұрған пәлеқор шал екенсіз, деп зілкілдеген болашақ келіннің сөзі шаңқ етті. Қарағым, ол жай нан емес, қасиетті астың үлкені. Осы жасқа келгенше оны білмеу тәрбиесіздігінің көрсетеді. Пәлеқор шал екенімді мойындаймын. Келген жағына қайта ғой. Біз сені қабылдай алмаймыз. Отағасы да ашу шақырды. Қабылдай алмайсыздар, қойыңыздар. Сіздің маубас балаңыз маған керек еді. Өзі ғой сонымнан қалмай қойған, деп ашуланған қыз сілкініп шыға келді. Онсыз да ыңғайсызданып тұрған қыз-жігіттер басы салбырап, үнсіз тұрған күйеу жігітке антарлап қарап қалды. Әкесінің қатқыл әміріне қарсы шығуға батылы жетпеген жігіт бір шешімге келіп, ашулы кейіппен қызды жұлқынғанына қарамастан ауладан алып шығып кетті. Бұл масқара оқиғаны естіген жұрт жағасын ұстады. Біреулері дұрыс деді, екіншілері бұрыс деді. Бүкіл кішігірім қала бір ортақ, бір пікірге келе алмай, әбден дүрлікті. Сол ажарлы қыздың әңгімесі мұнымен аяқталған жоқ. Сұлудың аты сұлу ғой. Бір қалада анда-мұнда қызық қуып жүріп, тағы да аңқауды ауылдың жігітін басынан алдырып алыпты. Ақыры аяғы ауыр болып тұрмыс құрыпты. Одан кейін естігеніміз, әлгі жігіт туған туыстарынан бездіріп, алыс жаққа жетелеп алып кетіпті. Ол жігіттің барлық жақын жамағатын, келсін келмесін келіндері жала жауып, бәлей саудан шаршамапты. Осының салдарынан ол әулетін адамдарын бір-біріне
бетті көрмей кетіп, дау-дамай ұрыспен күн өткізіпті. Бұл дақпырттарды естіген жігіт сұлу қызға үйлене жаздап қалған, өзінің оғаш қадамнан сақтап қалған әкесіне алғыс айтып жүреді екен. Кейіннен танысып, үйленген қызы өте әдепті, тәлім тәрбиелі, адал жан болып шықты. Ата-анасының алдына кесе көлдене өтпейді екен. Ер азаматын жеке басын сыйлап, қас қабағына қарап жүріп, отбасына балдай батып, судай сіңіпті. Қол ұстасқан ерлі-зайыптылардың жылдар бойы қызмет жасап, тұрмыстарын жақсартып, жолай кездескен қиыншылықтарды бірге көтеріп, берекелі отбасы аттанады. 3-4 сәби өмірге келіп, бала шағалы болады. Жоқты да, барды да қанағат тұтатын жардың кездескені жарды емес, бүтін бақыт екенін жігіт сонда ғана түсініпті.